сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Бүгінгі математика сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рубль, валютамен орындалатын тапсырмалар. Бүгінгі сабақта 10 мың, 20 мың теңгелік купюраларды және түрлі мемлекеттің валюталарын рубль, евро, долларды ажырату және түрліше төлем жасауды үйренетін боламыз. Бүгінгі сабағымызда барлық оқушылар ресей валютасын сақтауды және валютамен төлемдер жүргізуді білетін болады. Ал көптеген оқушылар валюталарды ұсақтау және валютамен төлемдер жүргізуге есептер құрастыруды білетін болады. Кейбір оқушылар қателіктерді табуды білетін болады. Ендеше балалар, сабағымызды бастайық. Менің сендерге қоятын сұрағым бар. Рубль дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Рубль Ресейдің валютасы. Қазіргі кезде 1 рубль 3,22 теңгені құрайды екен. Жарайсыңдар, өте дұрыс айтасыңдар. Ал енді менің сендерге қоятын келесі сұрағым, валюта дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. Валюта дегеніміз мемлекеттердің заңды төлем құралы ретінде қабылданған ақша бірлігі, немесе банкноттар, қазыналық билеттер мен тиындар, соның ішінде қымбат металдардан жасалған тиындар, түріндегі қолма-қол және аударым нысанындағы құнның ресми стандарттары, сондай-ақ шоттардағы, соның ішінде халықаралық ақша немесе есеп айырысу бірлігіндегі қаражат. Ендеше балалар, келесі суретке мұқият назар аударып, есімізде сақтаймыз. Балалар, суреттерге мұқият назар аударып болсақ, онда келесі кезекті есепте айдарына береміз. Есепте кері амалды қолданып, бір-біріңді тексер, қане тапсырманы орындаймыз. Балалар, сендерге берілетін екінші тапсырма амалдарды орында. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күн атын жазып, тапсырманы орындаймыз. Жарайсыңдар балалар, сендер бүгінгі сабақта өте керемет жұмыс жасадыңдар. Ендеше өзіңді тексер айдары. Бүгінгі күнде орындаған тапсырмаларымызды ашып, мұқият тексеріп шығамыз. Жарайсыңдар балалар, сендер бүгінгі сабақта өте керемет жұмыс жасадыңдар. Мен сендердің тапсырмаларды үлкен қызығушылықпен орындағандарыңды көріп, өте қатты қуанып отырмын. Ендеше келесі кезекті кері рефлексияға берейік. Біздің кері рефлексиямыз білім сандығы деп аталады. Сары сандық сабақты өте жақсы түсіндім, қызықты болды. Көк сандық сабақты жақсы түсіндім. Қызыл сандық тақырып бойынша әлі біраз ізденуім керек. Балалар, осы рефлексия арқылы бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгенімізді қане барлығымыз бірге анықтайық. Жарайсыңдар оқушылар, бүгінгі сабақта өте керемет жұмыс жасадыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Оқушылар, сабағымызды бірге қорытындылайық. Бүгінгі сабақта орындалған тапсырмаларды қысқаша талқылаймыз, сабақтан алған әсерлерімізді айтамыз. Жарайсыңдар, келесі кездескенше сау болыңдар оқушылар.